Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге раковинаны тазалаудың жолдарын көрсететін боламын. Көптеген қыз-келіншектерде осы жағдай жиі кездесіп жатады. Осындай сары дақтар қалып қояды. Оны қалай кетіреміз? Ол үшін міндетті түрде қолымызға резина қолғапты киеміз. Сосын раковинаның кішкене суын ағызып, оған арнайы өзіміз жууға жаман бір тряпка арнап сықалаймыз. Және қазіргі таңда әдеттегім бар, соны көптеп себеміз. Кішкене жібітіп, қайтадан сықалаймыз. Кетпей жатқан жерлері болса қайтадан себіп жууға болады. Және қыздар бұны пайдаланған кезде міндетті түрде қолдарыңызға резина қолғапты кигендеріңіз дұрыс. Себебі ол сіздің қолдарыңыздың кожасына өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Міне осылай сықылап бүкіл жеріндегі бар дақтарды кетіруге болады. Және кеткеннен соң әбден жылы суымызды ағызып, шайып жуып тастаймыз. Осылайша газдерімізді, сары дақтар бар кастрюльдерімізді кетіруге болады. Бірақ оларды міндетті түрде қайнатып төгіп тастау керек. Қыздар пайдаларыңызға жарайды деген ойдамын. Осылай тазалап, жарқыратып, жылтыратып қойсаңыздар болады. Тек қана пайдаларыңызға жарасын. Тағы да пайдаларыңызға жарайтын видеолар түсіретін боламын. Ол үшін каналыма жазылып, комментарий қалдыра кетіңіздер.